Үйден шықтым деп жазғаным сол еді, қай жерде деп тұрған жерімді сұрап, дереу осында келді. Есігін ашып, отыр деп жайғастырды. Екеуміз біраз қаланы араладық. Донер алып, сусын, балмұздақ әперіп, кешімізді тамаша өткіздік. Бірінші рет өзімді еркін сезінгендей болдым. Қанаттың жанында өзімді бақытты сезіндім. Бірінші рет жолықсақ та, оған деген жатырқау, ұялу, қысылу дегенді білмедім. Аспанда қалықтап ұшып жүргендей ерекше сезімде жүрдім. Бірақ көкіректе бір кірбің тұрды. Онымен ашық сөйлескім келді, бірақ бата алмадым. Қанатқа қарап қоямын. Көздерінде бір басқаша сөз айтып тұрғандай тұла бойым түршігіп кетті. Артық еш нәрсе демей мен де ештеңе сұрамастан жүре бердік. Сағатты да қарамағам. Үйге келсем сағат 2:42 кеткен. Мәссаған деп таң қалып тұрғанымда, әпкем есіктің алдына келіп менің шашымды жұлып бетімнен ұрып, әртүрлі жиіркенішті сөздер айтып, әбден жанымды ауыртып, Қанаттың көзінше әбден ұятқа қалдырды. Қанат бәрі жақсы болады деп жақындай бергенде, әпкем араласпа деп оны да қуып жіберді. Қанат маған амалсыз аянышты көздерімен қарап кете барды. Әпкем мені үйге кіргізіп, төсегіңде омалғыр деп есікті тарс жауып кетіп қалды. Таңертең жексенбі күні болғандықтан біраз ұйықтаймын деп ойлағанмын. Бірақ әпкем тағы да шу шығарып анаммен сөйлесіп жатты. Байғұс анамның тамағынан ас өткізбей, ел білдеп осында жетіп келді. Әпкем неше түрлі әңгіме айтып мені әбден жамандап жатыр. Дұрысын айтса да, дұрыс емесін айтса да үндемей тек тыңдап отыра бердім. Ал анамның екі көзінен жас парлап ағып жатыр. Әпкем болса қояр емес, қаңғыбас қызыңды алып кет, мен жауап бермеймін деп 2 бөлмелі квартираны басына көтерді. Анамның туған сіңлісі ғой, неге сонша су шығарғанын түсінбеймін. Ұрысса неге маған ұрыспады? Анам байғұс маған қарап тұр. Мен шыдай алмадым. Жаспыз, қыдырамыз, жүреміз, онда тұрған не бар? Енді сіздің бала шағаңызды асырап, үйіңізді жинап, құл болып жүрейін бе? Тудыңыз ба, өзіңіз қараңыз, енді мүлде мұнда келмеймін деп, анамды жүктерімді жинап кетіп қалдым. Шықтым да қайда баратынымды білмедім. Аяла хабарласты, оған мән-жайды айтып едім, ол дереу жатақханаға келуімді өтінді. Анам екеуміз сонда қарай ұштық. Аяла таныс тәрбиешілермен сөйлесіп, мені жатақханаға орналастырды. Қалай қуанғанымды айтып жеткізе алмаймын. Анам да мәз. Орналасып көшіп болған соң анама шәй, тамақ беріп, автовокзалға шығарып салдық. Қанша жүзі жарқын болғанымен көздерінде мұң бар ғой. Бауырымен ұрсысып қалған соң біртүрлі болып тұрғаны анық көрініп тұр. Анамды шығарып салған соң жатақханаға келдік. Аяла екеуміз отырып біраз сөйлестік. Қанат туралы оған айтып бердім. Оған қалай ғашық болғанымды түсіндіріп жеткізу мүмкін емес. Әңгіме қылып отырғанымызда Қанат хабарласты. Дереу тұтқаны алып, жағдай сұрасып, қазір кездесуге шақырды. Жатақханаға көшіп кеткенімді айтып, осы мекен-жайды WhatsApp-ына жазып жіберіп едім, дереу келді. Екеуміз жолығып біраз қыдырдық. Кеткенімізді, сырларымызды айтып күлдік, ойнадық. Кеш қарайып қалыпты. Жатақхана кешкі 10-ға дейін. Сол себепті амалсыз қоштастық. Жатақханаға келіп тастады. Тәрбиешілер көріп қоймасын деп көлігін алыстау жерге тоқтатып, бері қарай жаяу жүріп келдім. Келсем Аяла күтіп отыр екен. Мен сондай бақытты жүзімді көріп, Аяла да мәз. Біраз әңгіме қылып, артынша ұйқыға жаттық. Таңертең тұрып, шәйімізді іштік те оқуға қарай тарттық. Бір уақытта көрші колледждің алдында Қанаттың машинасын көрдім. Неге тұр деп қарап тұрмын. Жанына қарай бара жатқанымда, колледжде музейде көрген қыз екеуі шығып келе жатыр. Қанат мені байқамады. Ал ол қыз байқап дереу Қанатқа жабыса бастады. Қанат та кетер емес, құшақтап қояды. Екеуі көлікке отырып бір жаққа қарай кетіп қалды. Мен аң-таңмын. Аяла жүр деп сүйрелеп келеді. Жаңа ғана не көрдім деп өзіме келе алмай жүрмін. Сонда екеуіміз бенде жүре ме? Сабаққа келіп отырдық. Оқуға деген құлшыныс мүлдем жоқ. Бар ойым Қанатта. Телефонға қарап қоңырауын күттім. Әншейінде хабарлама жазып, хабарласа беретін неге телефонда үн жоқ деп, өз миымды өзім ашытып отырмын. Сабақ бітіп, шығып бара жатқанда әлгі қыз мені күтіп тұр екен. Танымағансып кете берейін деп едім, ол қыз тоқта деді. Бұл сөзіне ашуым шыққанымен таң қалдым. Бет жүзіне қарап едім, тіпті менсінбегенде кейіп танытып тұр. Бір орындыққа келіп отырдық. Не айтары бар екен деп тосып тұрмын.
Қанаттан күдеріңді үз, ол менікі. Сен қалайша менің 2 жыл бойы өзіме қарата алмай жүрген жанның 2-3 күн ішінде жүрегін жаулап аламын деп ойлайсың, деді. Мен де қарап қалмай, сүйгенді сүй, сүймегенге сүйкелме дегенді естуің бар шығар. Сондықтан енді оған жолаушы болма, дедім. Мен де оңай адам емеспін. Оның осы сөзінен ақ екеуінің жай дос екенін түсініп, махаббатымызды сақтап қалу үшін аянбайтынымды түсіндім. Қанат хабарласып кездесуге шақырды. Күндегідей екеуміз қыдырып әңгіме қылып жүрміз. Оған менен жасырып жүрген нәрсең болса бірден айт деп едім. Ол жасыратын ештеңем жоқ. Тек сені кездестіргені үшін Аллаға шексіз ризамын, деді. Ол сөз маған күш берді. Кездесіп болған соң жатақханаға келе жаттым. Алдымнан әлгі қыз шықты. Мені қайдан тауып ала беретінін қайдам, әйтеуір көзіме күйік болды. Қанаттың қасында не қып жүрсің, деді. Ол менің жігітім деп бұрылдым да кетіп қалдым. Қанат екеуіміз бір-бірімізді қатты жақсы көріп, болашағымыз жайлы жоспар құрып жүргендіктен ол қыз туралы мүлдем ойламадым. Бір күні Қанаттың телефонына хабарлама келді. Әдетте мұндайды кинолардан көруші едім. Ал енді өмірімде Қанат екеуі суретке түсіпті. Оны маған жіберген. Екеуі түнгі клубта жүр, екеуі өлесілі мас. Қанат арақты аузыма алған емеспін деген. Мен бұл жайттан барлығын түсіндім. Енді құр отырудан пайда жоқ. Аялаға жағдайды ескертіп, бүгін жатақханада болмаймын деп кеттім. Қанатқа қайта-қайта хабарластым, бірақ ол көтермеді. Қайдан іздерімді де білмедім. Ақырында телефонға жауап берді, бірақ телефонды алған әлгі қыз. Бізді көргің келсе, мына мекенжайға кел, деді. Баруға батылым бармады. Жатақханаға қайттым. Сол күннен соң Қанаттан мүлден хабар жоқ. 5 күндей уақыт өтті. Қатты мазасыздандым. Не де болса аман болсыншы деп тілеп жүрдім. Бір күні өзі хабарласып, әлгі қыз есімі Феруза. Екеуінің арасында болған жағдайды айтып берді. Ол маған сусыныма дәрі қосыпты, содан есімді білмеймін. Өзі мен оянған соң бәрін мойындады. Сені әдейі келтірмекші болыпты. Жан-жақтың бәріне шам жағып, типі романтикалық кеш болды деп ойласын депті. Ал сен келмеген соң оның ойы жүзеге аспаған. Ол да сені күтіп ұйықтап қалған. Таңертең мен оянып, жан-жағыма қарап таң қалдым. Арамызда ештеңе болмаған, мен оны білемін. Ал ол мені көрмесін деп тез арада бәрін жинап жатыр екен. Мен барлығын көрдім. Мұны не үшін жасадың деп ақыры ойындағысын біліп алдым, деді Қайрат. Бірақ ол менен оңайшылықпен айырылатын түрі жоқ. Ата-анаңмен танысамын деп қайтпай отыр. Екеуіңді де ата-анаммен таныстыруға барамын. Олар қайсысыңды қабылдайды? Сол қызды үйге орамал жауып кіргіземін, деді. Шынымды айтайыншы, таң қалдым. Қанат жүзіме қарап, кімнің үйге келін болып қадам басатынын өзің де біліп тұрсың. Ата-ананың жүрегі сезеді, кімнің қандай адам екенін, деді. Оның әрбір сөзі маған ерекше қолдау. Сондықтан болашақ ата-енеммен танысу үшін дайындалдым. Бірінші Ферузаны апарды. Оны анасы кіре сала сұрақтың астына алыпты. Шай құйысын сынап, сөйлегенін отырысына қарап, Қанаттың айтуы бойынша былай айтқанда ұнатпағанын ашық айтыпты. Содан соң мен апарды. Есіктен кірген бетім сол еді. Анасы келе ғой қызым деп отырғызып, жақсы әңгімелерін айтып, жүзімді қуанышқа толтырды. Бірден құда түсіп сырға салу рәсімі болды. Үйден ұзатылып шықтым. Көп самай тойымызда болды. Біраз уақыт өтті. Оқуымды бітіріп диплом алдым. 9 айдан соң шекесі торсықтай ұл бала дүниеге келдім. Бір күні Қанаттың телефонына SMS келді. Ұлды болыпсың, құттықтаймын, мен де күйеуге шықтым, депті. Оған қуанғаныммен Қанат әлі де онымен сөйлесіп жүрме деп қатты күмәндандым. Бірақ Қанат оны көріп қуанып кетті. Мазамды алып жүреді, ақыры кетіпті ғой деп, көз алдымда нөмірін ауыстырып, оны блокқа тығып тастады. Оған мен де риза болдым. Нағашы әпкемнен кешірім сұрап, анам екеуін татуластырдым. Енді барлығы жақсы деген ниеттемін. Қазір 2-ші рет ата-ана атандық. Бір қыз, бір ұлымыз бар. Шүкір, бақыттымыз. Алла басымыздан айырмасын. Достар, сіздермен бірге болған Арайлым Ерсайынқызы, баршаңызға да осындай тәтті махаббатты тілеймін.